Сәлеметсіңдер ме балалар? Біз өткен сабағымызда тәуелсіздіктің нығаюы, соғыс кезіндегі моңғол адамдардың тіршілігі, моңғол елінің өсіп өркендеуі туралы көргенбіз. Бүгінгі сабағымызда Моңғолия және Біріккен Ұлттар ұйымы еліміздің рәміздері, демократиялық моңғол мемлекеті туралы сабағымызды жүргіземіз. Біріккен Ұлттар ұйымы 1945 жылы 24 қазанда Сан-Франциско қаласында 31 мүшеден құрылды. Біріккен Ұлттар ұйымы халықаралық құқық, экономикалық даму, қауіпсіздік, әлеуметтік мәселелер және адам құқықтары саласында ынтымақтастық жасайтын халықаралық ұйым. Біріккен Ұлттар ұйымы бір қатар халықаралық ұйым құрды. Олардың кейбіреулері төменде көрсетілгендей. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы халықтың денсаулығын қорғауға тырысатын халықаралық денсаулық сақтау ұйымы 48 жылы құрылған. ЮНЕСКО Біріккен Ұлттар ұйымының білім, ғылым және мәдениет ұйымы білім, ғылым және мәдениет саласын дамыту үшін 1946 жылы құрылған. ЮНЕСКО Біріккен ұлы білім, ғылым және мәдениет ұйымы білім, ғылым және мәдениет саласын дамыту үшін 1946 жылы құрылған. Біріккен Ұлттар ұйымы балалар қоры 1946 жылы дамып келе жатқан елдерге балаларды қорғау және тәрбиелеу үшін гуманитарлық және қаржылай көмек көрсету үшін құрылды. Біріккен Ұлттар ұйымының маңызды рөлі көк тірек деп аталатын бейбітшілік жаңарту. Бітімгершілік күштерінің қақтығыс аймақтарындағы бейбіт тұрғындары қорғау үшін әскери күштер орналастырды. Моңғол әскерлері бейбітшілік операцияларда сәтті қызмет етуде, ал қазіргі уақытта 17 мыңнан астам моңғол әскері бітімгершілік операциясында қызмет етуде. Сонымен Моңғолия Біріккен Ұлттар ұйымына қалай қолданған туралы ақпарат танысайық. Моңғолия 1963 жылы 27 қазанда Біріккен Ұлттар ұйымының 101 мүшесі болып қабылданған. Біріккен Ұлттар ұйымының қосылуы Моңғолияның әлемдегі беделінің тағы да көтерілгенін білдірді. 62 жылға қарай моңғол елі сауатты болды. Кровская сауаттылығы сыйлығын ЮНЕСКО-дан 1970 жылы Моңғолия халық республикасына жалпыға ортақ сауаттылық жетістігі үшін берілді. Моңғолияның бастамасы бойынша Біріккен Ұлттар ұйымының сауаты болу 10 жылдығы деп жарияланған. Моңғолия елі Біріккен Ұлттар ұйымы бітімгершілік күштерінің қатарына қосылып, соғыс кезінде бейбіт тұрғындарының мен балаларға көмек көрсетуге және әлемдік бітімгершілік операцияларға қатысқан. Енді сендерге еліміздің рәміздері туралы таныстырайын. Кез келген елдің тәуелсіздігіне, егемендігі және дамуы, мемлекеттің нышаны, моңғол үкіметінің рәміздеріне нелер жататыны, олардың мағына мазмұны туралы әңгімелесейік. Мемлекеттік рәміз. Экраннан сендер Богд хандығының Моңғолияның 1911-1924 жылдарға қолданған елтаңбаны көріп тұрсыңдар. 1924-1940 жылдары аралығында қолданған Моңғолия Халық Республикасының рәмізін тамашалап отырсыңдар. 1924 жылғы бірінші конституция бұл елтаңбаны растады. Моңғолия Халық Республикасының 1940-1949 жылы аралығында қолданылған Моңғолия Халық Республикасының елтаңбасы 1940 жылы конституцияда бекітілген. Мұнан кейін 1940-1960 жылдары қолданылған Моңғол Халық Республикасының елтаңбасы көрініп тұр. Бұл елтаңбаның алдыңғы гербінен айырмашылығы оның кирилл әрпіне ауыстырған. 1960-1992 жылдары аралығында Моңғол Халық Республикасының елтаңбасы 1960 жыл заңда бекітілгендей осы формада болған. Ал 1992 жылдан бері қолданыста жүрген 1990 жылы заңмен күшіне енді. Енді балалар экранға назар аударыңдар. Мемлекеттік рәміздер 1911-1924 жылдан кейін қалай өзгергенін салыстырып көрейік.
Мемлекеттік туы. Моңғол мемлекетінің туы 9 сирақты ақ байрақ болып есептеледі. Үкіметтік ісі алға басуының белгісі болуын үкіметтік ақ байрақ анықтайды. Ақ байрақ айғырдың жал құйрығы, кекілінен жасалатын қылшық байрақ. 9 сирақты ту жыл сайын өтетін фестиваль кезінде үкіметтік үйінен орталық стадионға көтерілгенін білеміз. Моңғол мемлекет туы туралы экраннан тамашалайық. Мемлекеттік туы. Моңғолияның Боуд хандығы 1911 жылдан бері қолданылып келеді. Экраннан көріп тұрсыңдар. Бұл ту 1924-ден 1940 жылдары қолданылған Моңғолия Халық Республикасының мемлекеттік туы. 1924 жылы қабылданған Моңғолия Республикасының алғашқы конституциясының 49 бабында Моңғолия Халық Республикасының мемлекеттік туы ортасында мемлекеттік елтаңбаның қызыл түспен боялуы керек делінген. Моңғолия Халық Республикасының 1940-дан 1945 жылға керектенген туы. 1940 жылы қабылданған жаңа конституцияда Моңғолия Халық Республикасының туы 1-2-ні құрайды. Моңғолия Халық Республикасының 1940-1945 жылы керектенген туы 1940 жылға қабылданған жаңа конституция тудың пішіні мен көлемін анықтайды. Моңғолия Халық Республикасының туы 1945-1992 жылдар қолданылған туды экраннан көріп тұрсыңдар. Тақтаға мына 3 туды орналастырдым. 1940 жылы қолданған тақтаға мына 3 туды орналастырдым. 1940 жылы қолданған ту 1945 жылы бекітілген 1960 жылдары қандай пішінде болған туралы көрініп тұрсыңдар.
1992 жылдары осы күнге дейін біздің қолданып келген туымыз. Біз жаңа конституция қабылданғаннан бері осы күнге дейін қолданған таңба, мемлекеттік таңба 4 бұрыш пішінді дәл ортасында елтаңба бейнеленген. Оның екі жағына моңғол мемлекет деген жазулы арыстан мүсінді тұтқалы болады. Еліміздің тағы бір қастерлі рәмізі мемлекеттік әнұран. Моңғол елінің үкіметтік әнұранын әуен елінің күш-қуат, жігері құрметтілігін айқындап көрсетеді. Балалар, сендер сабақ басталмас бұрын әнұранын айтасыңдар. Біз сыныбымызға да рәміз және әнұранын іліп қоямыз. Алдыңғы жалау 1992 жыл мұғалімнің үстінде көрсетілген жалауымен ауыстырылды. Жаңа ол неге өзгертілді? Өйткені ол Моңғолиядағы қамқорлық төңкерісіне және күтім жүйесіне көшуге байланысты өзгерді. Видеоны қарайық. Біз енгізі, алдыңда олтағы достың бәрі жүген. Онда егеді. Бәлдір ұңғышта оқсан, барың найымыздар олсын. Біз бұл артын төтіністе егеді. Найымыздар оқсан, едеді көрдің көрсін бән. Зайын үрдіңге қайшыне том. Олсық, ұтықтағыман ол марға келін. Қариылсын, біз найымыздарын дұрыс жүгі. Ямыр үрдің күруәйдің харықсын. Біде жереген ол біздерің иттен зөрсіз. Біздер сәйісті артысы хүкжуді. Айын олсыры өренді алпысы әмжіқта, үтеніскі өрен, күмізі әмжірға, түн басқа жолға жегі ол жегі, біздерің асыр том нүрік зөрсіз өйжіған. Бұл шасымен соң өйдің, қари есімсіз өйді жыдыған, Моңғолда артысы олбо, Моңғолда артысына мек, таныр өңісі айтырың демжін кедік, бейін айды жөн. Ардычылдың дабылған уыз хесеске, арды түмей сескен өргілче суырайтысын ұңқмей тоу, мұңғы торны күн адынық сіреч, көне үнкі тек сұрдыңға. Моңғыл түмің ардычылды сұрынсыч, моңғыл түмің ардычылдың одым жылдай батчу жылда. Ен отаген соң өт, өйдор терісін ардычылдың тескен, сонар тежгірсін елдегі. Бұл бейне жазбада қай кезең туралы шығарылды? Моңғол елінде 1990 жылы демократиялық төңкеріс жеңіске жетіп, және де демократиялық қоғам қалай орнаған туралы мұғалімің ақпарат бере кетсін. 1989 жылы 6 желтоқсанда Ернет қаласы, 1989 жылы 7 желтоқсан Қобда аймағы, 1989 жылы 13 желтоқсанда Ұлан-Батыр қаласында Зорлық басқарған Моңғолия демократиялық қауымдастығы алғашқы отырысын өткізді. Митинг сөзбен үкіметтің бостандығын қолдауға шақырды. Бұл ұран жастарға шеруге қатысуына ынталандыра түсті. Моңғол демократиялық одағы 4-ші отырысы 1990 жылы 21 қаңтарда елорданың орталық алаңында өткізуді. Өйткені Моңғол демократиялық одағының саяси талаптары партия басшысы тарапынан қабылданды. Кездесуінен кейін 1990 жылы 18 ақпанда Моңғолияның 16 аймағы кездесуден кейін 1990 жылда 18 ақпанда Моңғолия аймағының 30 депутат қатысты. Моңғол демократиялық одағының алғашқы съезі сәтті өтті және партияның жүйенің басталуын белгіледі. Осыдан кейін олар ақылшылық партияға да белгілі бір талаптар қойды.
1997 наурызда Моңғол халықтың республикалық партиясының үн қатпағаны үшін Улан-Батор қаласының орталық алаңындағы Моңғолия әл-ауқат қауымдастығының этикалық кеңесінің 13-ші мүшесі қызмет етті. Моңғол халық республикасының партияның орталық комитеті. Моңғол төңкеріс бейбіт жолмен өткен орталық төңкерістердің бірі болды. Және де осы төңкерістің бейбіт дамуына маңызды рөл атқарған тұлға көрсетілгендей Моңғол халық республикасының партиясының бас хатшысы Жанбейін Батмунг болды. Зөрік Санжасүрің Моңғол демократиялық одағының жетекшісі. Моңғол халық республикасының халқының конгрессіне алғашқы еркін демократиялық сайлау 1990 жылы 22-29 шілдеде өтті. Содан кейін Моңғолия демократиялық жүйеге өтті. Ал балалар демократиялық төңкерісіне қатысқан адамдар туралы отбасыларыңмен әңгімелесіңдер. Солардың іс-әрекеті мен сабағымызды қорытындылап белгілеп алайық. Қолдарың үнемі жуып, бетперделеріңді тағып жүріңдер балалар. Рахмет, сау болыңдар.